Бүгінгі видеода босанғаннан кейінгі разрыв күтімі қандай, сол туралы айтатын боламын. Әйел адам босанғаннан кейін күтім жасау керек, өйткені тез жазылуға көмектеседі. Күтім ол тез жазылуға, сосын әйел адам денсаулығы жақсы қалыптасып кетуіне қажет болады. Сәлем, құрметті қыз-келіншектер, бүгінгі видео сізге арналып отыр. Барынша каналды қолдап, лайк басып, каналыма тіркеліп, және де достарыңызбен, келіншектермен бөлісе жүріңіздер. Разрыв ол 4 дәрежелі болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. 4 дәрежеде осыны қолдануыңызға болады. Барлық дәрежеге осыны қолданыңыз. Яғни сіз нешінші дәрежеде болсаңыз да осы әдісті қолдануға болады. Тек сумен 3-4 сағат жуыну, яғни тек сумен, басқа ештеңе қоспай 3-4 сағат сайын жуынасыз. Таза іш киім, яғни іш киіміңіз үнемі таза болу керек. Прокладка желательно қолданбағаныңыз дұрыс. Тряпка, яғни жұмсақ тряпка қолдансаңыз, таза мата қолдансаңыз болады. Сосын бір мезгіл кептіріп, құрғатып, жаңағыдай ешқандай тряпка матасыз тек іш киіммен жату керек, яғни құрғатуыңыз керек. Негізі таза болса, яғни әйел адамның өзі таза болса, тез жазылады. Егер выделение болса, цитиал деген гель бар. Сол интимный гель, антибактериалды, яғни бактерия қарсы гель бар. Сонымен 3-4 мезгіл жуынуға болады. Ең бастысы тазалық, қыздар. Ең бастысы тазалық. Шофтың түсетін или өзіңнен түспейтін жіптері бар. Яғни түспесе 5-7 күн аралығында алдырту керек. Екінші, үшінші, төртінші дәрежелі разрывта үлкен дәретке отыруға болмайды. Желательно, яғни үлкен дәретке отырмай тұра тұрған дұрыс басында. Желательно нан жемеу керек, яғни запор қылмау керек. Қою тамақтарды аз жеу керек. Ауырсынуды басуға, яғни сізде егер разрыв болған жеріңіз ауырып тұрса, ол жерді басуға диклофенак, ректальны диклофенак деген свечи бар, соны салуға болады. Осы әдістер разрывтан кейінгі күтім, яғни осылай күтім жасасаңыз тез жазылуға септігін тигізеді. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.